Сәлем достар, Сіздермен бүгін біз Алия, Мерей. және де біздің жаңа видеоға қош келдіңіздер. Біз бүгін бұл видеода Get Ready With Me болады. Яғни біз бүгін макияжды, косметика жағатын боламыз. Сонымен қатар сіздерге косметикамызға обзор, және де бірге Get Ready With Me болады. Киімдер таңдап, әшекей бұйымдар таңдайтын боламыз. Сол себептен бізбен бірге соңына дейін болыңыздар, біз қазір сіздермен бірге дайындалатын боламыз. Ең алдымен біз әрине косметикадан бастаймыз. Біз қазір сіздерге өзіміздің косметикаға обзор жасайтын боламыз. Көбісіңіз біздің TikTokта, Instagramда сұрайсыздар, сол себептен осылай жасаймыз деп шештік. Мен шашымды жаңа ғана жуып болдым. Бізде ең алдымен SPF, қазір осыны жағамыз. Маған өзімнің осы SPF-іңіз өте қатты ұнап жүр, потому что өте легкий, және де андай потом бет жабысқақ болып ондай болып тұрмайды, сразу сынып кетеді. Біз тоже екеуміз жертва маркетинга сияқтымыз, потому что өңшен танымал болған, сондай TikTokта хит болып жатқан крем болсын, заттар болсын, соны аламыз, потому что отзывтары жақсы болғаннан кейін бізде оны прям күшті деп санаймыз. Но Now Round Lab'тың SPF-і бізге шынымен де ұнады. Сол себепті сіздерге де советуем. Все, мінекей мен уже бетіме SPF жақтым и уже сынып жатыр, қараңыздар. Бұл бізде SPF плюс база ретінде жүреді. Біз енді екеуміз бетімізге SPF жағып, увлажнение етіп алған болатынбыз. Қазір бізде енді келесі ол осындай BB крем. Екеуміз тоналканың орнына осындай BB кремдер қолданамыз. Жеңіл және де осы мишанкімен бірінші рет қолданып жатырмыз. Және де біздің өзіміздің осындай спонжтарымыз, менікі қара түсті, Аленка розовый. Бетімізге жаға аламыз. Мен білмеймін, BB кремдерді андай осындай консилер ретінде жағам, потому что консилер бітіп қалды. Поэтому осылай жағамыз. Екеуміздің бояну техникамыз кішкене различиясы бар негізі. Мен мысалы точка қылып жаққан жақсы көремін. Осылай. Біз оның алдында бұл BB креммен емес, басқа хром BB креммен қолданатынбыз. Өздеріңізге танымал. Бірақтан маған мынау осы BB кремде ұнайды, потому что өте легкий, өте күшті, өте жақсы жағады. И андай оттенкасы, бұның кішкене сұр сияқты ма сондайда. Бірақтан кожаға сіңгенде өзінің цветін алып кетеді. Вот мен BB кремді сонда получается бүкіл бетіме жақпаймын, только осы зоналарға жағамын. Біз өзіміздің влогтарымызда көбісі осылай макияжымызды көрсетеміз, бірақтан толығымен емес, тез көрсететінбіз. Бірақ бүгін біз сіздерге прям барлығын көрсетеміз, и сіздер дәл біздің секілді боянғансаңыздар болады. Вот. И қазір көрсетіп жатқан косметикалар тоже өте бюджетный и качественный, поэтому біздің қазір қолданған косметикаларымызды алсаңыздар да болады. Келесі бізде қасты біз осындай Sensu дегеннен алған болатынбыз. Бұл бізде гель для бровей мен мыло для бровей. Менде осындай удобный гель для бровей. Бұны енді сыртқа шығарып жағып жүру ыңғайсыз, конечно, но үйде отырып жақсылап боянуға өте удобный. Вот. Қазір енді көреміз, екеуін салыстырамыз. Негізі бірінші бет артқа тарау керек, потом барып алдыға тараса өте күшті болады. Қорқынышты кетті қалсын. Екеуінің айырмашылығы особо қатты жоқ. Бірақтан все-таки осы мыло бізде қаттырақ фиксация береді. И ұзағырақ жүреді. Все, мендегі бірінші қасым болды. Қазір мынау қасымызды да көтереміз. Все, менде прям әдемі қастар шықты. Енді жауып қоямыз. Біз екеумізде қасымызды жасап болдық. Укладкасын жасап қасымызға. Мерей енді боятын болады. Ал мен болсам особо қатты бояғым келіп тұрған жоқ, потому что өзі келмен ақ қасым күшті болып тұр. Қазір мен айнаның көмегімен боямасам, мұнда қазір ошибка жүріп қой мүмкін. Сол себептен давайте бұны мен, былай полный боямай, бұл бізде негізі подводкамен кішкене жоқ жерлерді осылай жасап шығатын боламын. Келесі бізде енді тени болады. Біз көзімізге ары қарай көшеміз. Тени осындай Романттың осы тенien қолданамыз. Мен білмеймін, тенейді қазір осындай бір үлкен кисточкамен жағатын болғанмын. Өте удобно, просто қазір контур табам и бүйтіп жасаймын. Мұрнын тоже контур жасаймын да, и все. Өте тез және де удобно кисточка для меня. Бірақтан мен өзім осы ыңғайлы кисточка осыны қолданамын, себебі бұның өзі негізі тенеге арналған. Қараңыздар, бізде өте әдемі тенейімізді Алия құлатып алып, мына жақта қараңыздар трещина кеткен. Мен бірінші осы түстен бастаймын.
бастаймын дегенде бұл менің бірінші және соңғы түсім, потому что мен басқа түс жақпаймын. Көзімді жұмамыз да осылай жасаймыз. А мен болсам кішкене ашықтауынан бастаймын бірінші. Как бала боянады екен боямен? Я деймін. Менде болса барлығы прям андай поэтапно осыдан бастаймыз. Бүтіп қоясың еще. Вот көрдіңіздер ма, мен уже көзімді жұмамын да көзімді осылай жасаймын, онда түс шығады. Және де астын тоже бояймыз. Осылай күліп тұрып боясаңыздар, складка пайда болады. И типа кальянка боласыздар. Келесі мынау қоңырлау тенейді қолданамыз, и мынау тенейді қолданамыз. Мен бағанағы тенеймен мұртымызға контур жасаймыз. Я бұрынды кей болып қалдым ғой мен. Ұшын жасаймын мен былай көзімнен уже. Вот осылай қыр жасаймыз. Мен көзімді әлі бояп жатқанша менде уже мұрнынан бүкіл жерім жасап кетеді өйстіп. Мен мектепке қалай боянамын, солай сіздерге көрсетіп жатырмын. Білмеймін неше екен. Бұл біздің негізі повседневный макияжымыз деп аталады, по идее. Көздерімізді осылай бояп алдық, и мен кейде жылтырларды қолданамын, осы шиммерлерді. Бірақтан кей кезде қолданбаймын. Қазір мысалы қолданғым келіп кетті. Кішкене ғана жағамын, оның өзін әшейін бүйтіп деймін да. Көзімнің бас жағына ғана жағамын. Маған ондай жағудан не обязательно, потому что мен өзім жылтырмын. Кірпіктердің арасына жағып шығамын, потом барып стрелка жасаймын. Көзіме кішкене ғана шиммер жаққаннан кейін мен тоже кірпігімді и стрелкамды жасау керекпін. Ол кездің алдында мен бірінші осы қара карандашпен көзімнің жоғарғы векин қалай? Короче, түсінген шығарсыздар, бүйтіп көзімді ашытынан астына жағатын боламын. Мерей жаңадан бері, короче, подводкамен істеп жатыр ол, ал мен болсам черный карандашпен жасаймын. Маған осымен удобно. Вот, көрдіңіздер ма? Айырмашылық әрине қатты емес, бірақтан бұл қара карандашпен бояу арқылы сіздер кірпіктеріңізді визуально көбірек қылып көрсете аласыздар. Короче, мен деген мінекей қарамен бояп шықтым. Көрдіңіздер ма? Көрініп тұр. Разница бар деген сөз. Енді қазір мен стрелкасы немесе сызбаймын, но қазір мен кірпікті бояймын. Стрелка сызбай тұрып кірпік бояған өте удобно. Қазір енді мен вот кірпігімді керлермен қыстыратын боламын. Мен, короче, сіздерге бір нәрсе айтып берейін. Сабаққа баратын кезде мен деген, короче, осы тушпен бояп, потом барып қыстырған болатын. Сол кезде менің кірпіктерім назардан алынбай қалды, и кірпіктерімнің 3-4-еуі жұлынып кеткен еді. И анаған бүйтіп керлерге қараймын, 3-4-еуі бүйтіп жұлынып тұрды. Сонымен кірпігіме қараймын. Кішкене орындар бос болып тұр. Осындай күшті зат болған менде. Поэтому осторожно болыңыздар. Онда мен сияқты кірпіктерінен айырып қалуы мүмкінсіздер. Күліп айтып тұрмандай бір бақытты история секілді. Ал менде осы наоборот типа. Жоқ, менде шынымен наоборот, мен кірпігімді бірінші қайырмаймын. Мен бірінші кірпігімді бояп аламын. Осындай бізде Sky High-дің тушы. Негізі телескопик пен Sky High екеуі лучший туш болып саналады біз үшін. Біз телескопик ала алмадық. Пока что Sky High-мен қолданып жүрміз, және де бізге результаты ұнайды. Ал давайте тушпен көзімізді бояймыз. Сөйтсе жағып отырмын ғой мен. Если сіздер керлердің андай қыстыратын жақтарын, короче, пудрамен жасасаңыздар, онда кірпіктеріңіз ешқандай үйтіп қалып қалмайды, поэтому пудрамен жасаңыздар. Сол кезде күшті болып алынатын болады. Маған уже макияжымның результаты ұнап тұр. Алияның кірпігін әдемілеп бояп бердім. Енді қазір өз кірпігін боятын боламын. Алияның кірпігі менің кірпігімнен өте ұзын екен. Менің кірпігім тоже нормально. Твай. Әдемілеп боясаң, әдем болып тұрады. Мерей маған кірпіктерімді бояп берді, и көзімнің астындағы кірпіктерімді бояды. Мен негізі обычно өзімнің кірпігімнің астын боямаймын, потому что маған, білмеймін, как-то ұнамайтын. Но Мерей вообще сенің кірпігінің асты ұзын ғой деп, бояншы деп қараңыздар бояды, и осындай болып тұр. По идее, негізі әдемі болып тұрған сияқты. Кірпіктерім шүкір тфай деп қояйық, нормально. Кірпіктерім астын бірінші рет үстіп қатты қылып бояп тұрмын. Ал қазір менде керлермен қолданатын боламын кірпіктерімді көтеру үшін. Бірақтан әрине де ескерте кететін жайт. Егер де сіздер туштан кейін кірпіктеріңізді көтергілеріңіз келсе, онда бірінші туштың толығымен кепкенін күтіңіздер кірпіктеріңізде. И содан кейін барып қана жасау дұрыс, потому что егер де сіздер сразу істейтін болсаңыздар, ол жабысып қалады. И одан кейін ақта кірпіктеріңіз қалып қалады. Разницасын қарасаңыздар, өздеріңізде байқайсыздар. Мынау уже көтерілген, ал мынау пока что көтерілмеген кірпік.
Бізде келесі стрелка болады, потому что қазір мен стрелка сызбасам, маған бәріне стрелка сызамын ба, сызбаймын ба, просто видео ұзақ болсын деп стрелка сызайын, енді сіздерге үйрете салайын. Қараңыздар, мына жаққа, короче, мен тушь жалып кеттім. Сіздерге Меридиан мастер-класс. Ең алдымен кірпіктеріңізді бояп аласыздар, сол кезде маған ыңғайлы болады. И осылай соны шығарасыздар. Көзі ашып тұрып бояған ыңғайлы и әдемі көрінеді. Вот, көрдіңіздер ма? Мен сыздым. Енді кішкене аяқтан бастап осы жерге алып келесіздер. Но қазір айна жоқ менде. И поэтому өте ыңғайсыз болып тұр. Вот, қараңыздар енді разницасын. Мен қазір сіздерге осылай қиналып әжер сыздым и осындай бір бүтір болып шықтым. Ал мынаны мен айнаның алдында 1 секундта прям бүйте салдым и идеально болып шықтым. Вот, сол себептен сіздер өздеріңіздің ыңғайлы жерлеріңізге барып сызсаңыздар идеально болып шығады. Ал енді мынаны біз жөндеу керекпіз. Сол себептен бізге мицеллярка және де осындай керек болады. Қараңыздар, бұл специально осылай тұрады. И былай кетіргенге ыңғайлы, короче. Мына стрелкамыз біздің ұзын болып кетті, прям слишком. Поэтому кішкене қысартамыз. Вот бізде осындай әдемі стрелкалар шығады. Достар, мен де өзіміз байқап тұрғандай стрелка жасап алдым. Негізі жасамайын ба деп ойлап едім, бірақтан істен кетті. И тез ғана қараңыздар қандай идеальный стрелка шықты. Мен әшейінде былай сызып ұзақ уақыт алатын, бірақтан что-то бүгін сразу 1 минуттың ішінде екеуін де істедім. Ал енді қазір сұп-сұр ернімізді бояйтын боламыз. Мен деген оны бояу үшін 5 сағат пайдаланады деймін. Қазір сіздерге көрсететін боламын. Негізі мынаны пайдаланбаймын. Бұл бізде гигиенический помада. Жауап берейін. Потом бар бізде осындай тинт. Вот. Бізде негізі бесконечный тинт бар еді, но что-то бітіп жатыр. Алу керек, но өте күшті. Одан кейін бізде матовый помада. Бұл тоже бітіп жатыр, тоже алу керек новый. Келесі жидкий матовый тени для век. Бұны мен қолданатын болып кеткем. Андай қоңыр жасаған ұнатып кеттім, короче, ерніме. И менің өзімнің осындай блескім. Ал енді қазір бұлармен қалай бояйсың Мерей деп сұрақ қоятын шығарсыздар. Қазір ең бірінші осындай матовый тениді аламыз. Бұл матовый тенінің ішінен, короче, мен мынаның кисточкасын мынаған батырып шыққан болатым. Сол себептен уже кішкене қоңырлау. Осылай бояйсыздар. Бірақ бұл біздің финишіміз емес. Келесі қоңырды кішкене жағасыздар. Вот, көрдіңіздер ме, қоңыр болып тұр. Ал маған осындай эффект өте қатты ұнайды. Келесі бізде ол тинт ішіне жағамыз. И соңғысы бізде ол масло для губ. Осылай жағып қоясыздар. Все, біздің ерніміз бітті. Осындай финиш бізде. Сіздерге ұнады деп ойдам. Мен ернімді қалай бояйтынымды, ал енді мен кеттім, Алия бояйды. Ал енді мен қазір қалай ернімді бояйтынымды көрсетейін. Менікі де Мерейге ұқсайды, бірақтан продукттары кішкене басқашалау. Маған тени керек болады. Сосын кисточка, матовый помада, тинт, блеск для губ осындай Vivienne Sabo. Тениден бастаймын. Оның қоңыр цветін алып, жабықтау қоңыр түсін аламын. Қоңыр карандашпен жасауға да болады, бірақтан енді қоңыр карандаш қазір менде жоқ. Сол себепті қоңыр тенимен жасаймын, және де қоңыр тени более растушевкаға күшті кетеді. Ернімнің контурынан сәл ғана шығамын, особо шығудың керегі жоқ. Ернімнің контурын жасап болдым. Енді қазір осы матовый помада арқылы ішін толтыратын болам толығымен. Все, ернімді болдым. Қазір енді бізде тинт келесі. Негізі кейде мен осылай да қалдыра беремін. Бірақтан кей кездері мен блеск қолданғым келеді. Және де осы блескті сәл ғана жағамын. Бұл базарында естеріңізде болса маған сыйлаған етін, но қазір өзінің сумкасына салып алып, өзінің универіне апарып жүреді. Мен болсам бұны редко қолданамын, поэтому мен өзім сатып алған масло для губпен қолданып жүрмін, достар. Тек бәрін айтып бергенмін. Соңғы макияжда ол менде хайлайтер и осындай бұрынғы баяғы тенемізді қолданамыз. Осы жақтағы мынау шиммер өте жақсы. Сол себепті осындай кисточканы аламын да осы жерге осында.
Ал біздің макияжымыз бітті. Сіздерге қайсымыздың макияжымыз ұнап тұр? Негізі екеумізге бірдей секілді. иә бірдей макияж жасадық, кажется. Енді қазір біз бұл видеоны тек қана макияжбен емес, қазір біз аутфит таңдайтын боламыз, одан кейін әшекей бұйымдар таңдайтын боламыз, и потом барып біз кетеміз. Қайға кетеміз, оны біздің инстаграм парақшамыздан кіріп көрсеңіздер болады. Сол себептен біздің инстаграм парақшамызға тіркеліп қойыңыздар, ал біз қазір киінеміз. Ал достар, біз қазір сіздермен бірге киінетін боламыз. Get ready with me болады бізде. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мен бірінші свитшот киіп алдым. Осындай үлкен болып тұратын оверсайз свитшотымды киіп алдым. Және де қазір біз мерекеуміз киноға баратын боламыз. Вот сол себепті ыңғайлы болып киінгіміз келіп тұр. Мен уже киімді киіп қойдым, сол себептен сіздерге сразу көрсете кетейін. Мен өзімнің осындай свитшотымды кидім, осындай Оксфорд деп тұрады мына жақта. Ал астыма штаны болады, осылай сұп-сұр болып баратын боламын. Осылай болды. Менде көзірдей дайын. Қазір астыма осындай кожаный брюки киетін боламын. Осы свитшотпен бірге. Осымен біздің видео аяқталды. Сіздерге біздің осы видеомыз ұнады деп ойлаймыз. Егер де осындай видеолар ұнаса, бізге лайктарыңызды басып отырыңыздар. Келесі видео қандай болсын, соны комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осындай Get ready with me, макияж сияқты видеоларды өздеріңізді сұраған болатынсыздар. Сіздердің сұрауларыңыз бойынша түсіріп отырмыз. Келесі кездескенше сіздермен болған біз Әлия, Мерей. сау болыңыздар. Пока-пока.